құрттың аты шылаушын деп атады. Жіп-жіңішке ұзын қызыл құрттар, міне, бұның аты шылаушын. Енді балалар, бұл шылаушын құртты біздер неге пайдаланамыз? Кәне сіздерге айтайын. Бұл құртты балалар қыста жерді қазып, сол жерге көң саламыз. Міне, мынадай малдың көңі. Міне, көрдіңдер ме? Малдың көңін, сиырдың, жылқының көңдерін сол жердің астына қазып, көңді салып, осы шылаушын құртты ішіне салып жібереміз. Ол шылаушын құрттар көп болып көбейіп, осы көктемде құртты, мына көңді өңдейді. Енді өңдеп, бұлақ қылып, міне көріп тұрсыңдар балалар, осы манағы көңнен, манағы шылаушын құрттар биогумус шығарды. Міне, көрдіңіздер ме? Міне, ұсақ болып биогумус шығарды. Міне, ірі көңнен осына биогумус шықты. Енді бұл биогумус тыңайтқышты балалар біздер көктемде жеміс талдарға, гүлдерге саламыз. Ол жеміс талдарды жазда одан жемістер шығарады. Жемістер көп шығару үшін осы биогумус тыңайтқышын саламыз. Балалар, енді осы биогумусты қазіргі осы көктем мезгілінде балалар талға салып, айналасына қоршап саламыз. Содан жазда ол көп өнім беріп жемістер жейміз. Биогумус тыңайтқышын салып жатырмыз. Жеміс талы қазір міне бүршік жарып жатыр. Мына осы тыңайтқыш арқылы балалар жазда көп жеміс береді. Жеміс ағашымыз қоректенеді. Сол арқылы сосын жеміс өнімін көп қылып береді екен балалар. Кәне саламыз. Арлығымыз салайық кәне. Кәне бүйтіп тырмалап, айналасын тырмалап қоямыз. Міне, көрдіңіздер ме балалар? Мынау балабақшамыздың жеміс ағашы. Жазда осыдан өнім алып жейміз.